Мен Дидар, мен Махамбет. Si Optimum Pride! Мен Махамбет ыстық ұяға дейін. Мен Айзере ыстық ұяға дейін. Мен Дидар, мен ыстық ұяға дейін. Мен Гүлсарам, мен ыстық ұяға дейін. Мен Айкерім, мен ыстық ұяға дейін. Мен Айару, мен ыстық ұяға дейін. Мен Альбина, мен ыстық ұяға дейін. Бұл мен Дастан, ыстық ұяға дейін. Өмір сыйладың, мәпеледің, ол қызыңды жетеледің, мақсатыңнан көздеген. Жылы сөздерің жүрегімде, өзің барда бол өмірде, жағым биік өзгеден. Арнашымнан көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жанына жанашыдай. Сағындым сені, бағымның шегі, ақ сүт берген анашыма. Мен ыстық ұядан кейін мен түсінгенім, қолда бар алтынның қадірін білу керек. Мен ыстық ұядан кейін ол жерде түйгенім жүректе отбасы болу керек, ақша емес. Мен ыстық ұяда түсінгенім, атанан тірі кезде қадірін білу керек. Мен ыстық ұядан кейін менің түйгенім ең бастысы байлық емес, ол отбасы. Мен ыстық ұядан кейін мен түсіндім, қолда бар затты бағалау керек. Мен ыстық ұядан кейін мен осы фильмде өз ата-анамды қадірлеу білу екенін түсіндім. Бұл мен Дастан, ыстық ұя фильмінен кейін. Менің түйгенім, отбасынан қанша алыстағанымен, сол отбасыңа, сол түп тамырына қайтып ораласың. Және де отбасы күш беретін, бағыт-бағдар беретін, өзіңнен өзің болуға мүмкіндік беретін жалғыз орта. Бұл фильм өз көрермендеріне жақындарын бағалауға және де отбасымен бірге уақыттарын өткізіп, сол уақыттарды қадірлеуге шақырады. Мен Дидар, ыстық ұя фильмінен кейін. Қазіргі таңда көп балалар ата-аналарын қарттар үйіне өткізіп жатыр. Мен оған қарсымын. Жұмақтың кілті ананың табанының астында демекші, ата-ананың қадірін білу керек.